Сәлем арна көрермендері, осы қазақша арнаны қолдап, тіркеліп, өзіңіздің алтын пікірлеріңізді қалдыра кетіңіз. Сонымен Ресей президенті Владимир Путин Украинадағы кей аймақтарды Ресейге қосу туралы мәлімдемені 30 қыркүйек күні парламент палаталарының алдында жасамақ. Бұл туралы бүгін Британ барлаушылары мәлімдеді деп хабарлайды Адырна ұлттық порталы. Ведомство газеті дерегінше Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон облысының Ресей басып алған бөліктері Қырым федералдық округіне түбектің өзімен бірге кіргізіліп, оны Роскосмостың бұрынғы жетекшісі Дмитрий Рогозин басқармақ. Бүгін аталған аймақтарда Ресейге қосылу туралы референдум аяқталып жатыр. Олардың ешқайсысын Ресей әскері толық басып ала алмады. Соған қарамастан Мәскеу дауыс беруге қатысқандардың саны рекордтық деңгейге жеткенін айтып отыр. Украина президенті Владимир Зеленский болса референдумнан кейін Кремльмен дипломатиялық келіссөздердің мүлде тоқтайтынын ескертті.